Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен юбка сызбасын сызамыз және оны бірнеше тәсілмен модельдейтін боламыз. Каналымнан алыстамаңыздар. Достар, бүгін сіздермен юбка сызбасын сызатын боламыз. Сондықтан мына жерге юбка деп жазып алайық. Юбка сызбасы, яғни белдемше. Ол үшін бізге не бары? 3 өлшем ғана керек. Ол ОТ, ОБ және высота сиденья. ОТ бізде 75, оның жартысын аламыз, яғни 38. ОБ-ның бізде 96, оның жартысын аламыз, 48. Высота сиденья стандарт аламыз 22. Егер өлшемеген болсаңыздар, 22 ала берсеңіздер болады. А длина юбканы өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Кімге қанша ұзындық керек. Біз бұл сызбаны масштабный линейкамен сызайын деп отырмыз. Өйткені ол ұзын юбканың 60-70 сантиметр ұзындығы бізге мына жерге сыймайды. Сондықтан осындай масштабный линейкамен сызамыз. Мынау менің қолдан жасаған масштабный линейка. Өздеріңізде бар болса, масштабный линейкаларыңызбен дайындап сыза беріңіздер. Мынау қолдан жасалынған. Бұл өте оңай. Видеосын көрсетуге болады. Керек болғатса айтасыздар. Сонымен сызбамызды бастаймыз. Бірінші мына жерге осы жерден бастайық. А нүктесін қойып алайық. Төменірек алайын. Бөгет жасамау үшін. Мына жерден бастайық. А нүктесін аламыз. А. Бұл біздің А нүктесі. Осыдан астыға сіздерге қаншалықты ұзындық керек, сол ұзындықты аламыз. Мысалы, длина юбканы алайық. Длина юбки 60 деп алайық, мысалы. Осы 60 сантиметрді осы жерге сызып аласыздар. Адан астыға қарай 60 сантиметр сызып аламыз. 60. Мына жерге Н нүктесін қоямыз. Низ. Мынау А нүктесі. Осыдан оң жаққа қарай А1 нүктесін табуымыз керек. Ол үшін ОБ жаңағы 48 ОБ нүктесіне біз 2 сантиметр қосып А1 нүктесін табамыз. Ол яғни бізде 48 болған. Соған 2 сантиметр қосамыз да 50 деп А1 нүктесін табамыз. Ол бізде мына жерде болады. Бұл бізде А1 нүктесі. Осыдан астыға перпендикуляр сызамыз. Белгілеп алайын. Міне осы А1 нүктеден астыға ұзын перпендикуляр сызамыз. Және астындағы нүктені бір-біріне қосамыз. Низді. Астыңғы нүктемізді, яғни. Н нүктеден мына жерге қосамыз да, мына жерге Н1 деп жазамыз. Енді Б нүктесін табу үшін біз А нүктесінен астыға төменге қарай высота сиденья. Высота сиденья бізде 22. Соны аламыз. 22 деген нүктеге келеміз. Мына жерде бізде осы жерге Б нүктесін қоямыз. Б нүктесін қойып, осыдан тағы да түзу сызық жүргіземіз. Міне, мынау бізде Б1 нүктесі болады. Енді осы Б1 нүктеден Б2 нүктені табу үшін біз ортасынан 2-ге бөлеміз. Ортасынан бөлеміз 25. Міне. Осы жерден бөлеп түзу сызық жүргізіп аламыз. Түзу сызық жүргізіп алдық. Мына бізде Б2 нүктеміз болады. Мына жер. А мына жер А2 нүкте болады. Міне. А1, А2.
түсінбей жатсаңыздар, видеоны артқа айналдырып, қайтадан асықпай көрсеңіздер болады. Енді B2 нүктені таптық. Енді біз осы жерден, мына A2 нүктеден оң жаққа, сол жаққа 2 сантиметрден аламыз. Оң жаққа 2, сол жаққа 2 сантиметрден береміз. Міне. Осыны алып, B2 нүктеге қосамыз. Міне, осыны қосқан кезде, осылай қосасыздар, жоғары қарай 1 сантиметр жоғары көтерілеміз. Қосқан кезде, міне. Мына нүктені жаңағы екі жаққа 2-2-ден бердік қой, 2 сантиметрден ана жаққа 2, ана жаққа 2. Вот сол нүктемен қосамыз да, жоғары қарай 1 сантиметр жоғары көтерілеміз. Міне, көрдіңіздер ме? Мынау екі жаққа 2-2-ден бердік те, жоғары 1-1-ден көтерілдік. 1-1 сантиметрден жоғары көтерілдік. Енді осы екі аралықты ортасынан бөліп аламыз. Мына жерге дейін сызық бар ғой, мына A-дан A2-ге дейін нүктеміз бар ғой. Соның ортасынан бөліп аламыз. Ол бізде 25 болған. Ортасынан бөлеміз 12,5. Ортасынан белгілеп аламыз. Мына жерде тура солай істейміз. Ортасынан белгілеп аласыздар. Бұл біздің болашақ вытечкамыз болады. Осыны астыға 10 сантиметр. Астыға 10. Мына жерде 10. Мына жерде 12 болады. Неге бұл жерде 12? Өйткені бұл бізде арты. Мына жерде 12. Біздің болашақ вытечкамызды дайындап жатырмыз. Енді мына жерде қояқ, алды, мынау арты. Енді вытечканы жасау үшін біз мына жерден 1 сантиметр, мына жерден 1 сантиметр осылай белгілеп аласыздар. 1-1-ден. Вытечканы қазір сызамыз. Бірінші мына үстіңгі А нүктемен жаңағы мына жердегі 1 деген точкамызды қосып алайық. Осылай қосып аласыздар. Маған ыңғайсыз болып тұрғандықтан мен осылай сызып жатырмын, ыңғайсыздау кішкене. Сіздерге көрнекті болсын деп қолым жаппайын деп тұрмын. Мына екі сызықты қосып аласыздар жаңағы 1 деген нүктемен. Одан кейін біз вытечкамызды шығарамыз. Мынау біздің вытечка. Енді қараңыздар. Енді егерде сіз юбкаңыздың артына шлица салғыңыз келсе, яғни разрез болатын болса, артына салғыңыз келсе, онда мына жерден 5 сантиметр былай қарай алып аласыздар. Мына жерден 5. Жоғары қарай сіздердің өздеріңіз тізеден төмен қарай қаншалықты биіктікті қалайсыздар, сонша аласыздар. Мысалы 16 ма, 20 ма, өз қалауларыңыз бойынша. Мен мына жерде мысалы 18 алып көрсетейін. 18 алдым шлица. Ені 5. Осылай шлица жасап аласыздар. Егер керек болса, юбкаңыздың артынан мысалы разрез жасағыңыз келсе, осылай шлица саласыздар. Ұзындығын, разрезіңіздің ұзындығын өз қалауыңыз бойынша жасайсыздар. Кішкене ұзындау қылдырып аласыз ба, жоқ төмендеу аласыз ба, өзіңізге жүргеніңізде ыңғайлы болу үшін осылай аласыздар. Бұл біздің юбка сызбамыз. Егер түсініксіз болып жатса, видеоны айналдырып көріңіздер. Қажет болса тағы да бірле түсіндірейін. Мына жерде бізде мынау А нүктеден А1 нүкте табу үшін біз ОБ нүктемізді
екіге бөлінген ОБ нүктемізге 2 сантиметр қосу арқылы осы нүктені таптық. Бұны ортасынан бөлесіздер. Бұда бізде А2 нүктесі шығады. Мына жерде де төменге қарай Адан Б-ға дейін высота сиденья. Сол арқылы сіздің Б нүктеңіз шықты. Б-дан Б1-ге дейін перпендикуляр сызып алдық та, түзу сызық сызып алдық та, осының ортасынан бөлдік. Сонда бізде Б2 нүктеміз шықты. Мына ұзындықты ол сіздің юбкаңыздың длинасы. Қаншалықты ұзындық қалайсыз, сол ұзындықты осы жерге дейін апарып, мына жерге нүкте қойдық, низ деген. Бұл асты болғандықтан. Сосын міндетті түрде алды арты деп жазып отырыңыздар. Вытечканы мына жерде мына А мен жаңағы 1 деген нүктенің ортасынан бөліп, екі жаққа 1-1 сантиметрден беріп, мына жерде 10 сантиметр төмен түстік, мына жерде 12 түстік. Арт жағы кішкене ұзындау аламыз. Түсінікті болар деген ойдамын. Осы сызбаны сызып үйреніп алсаңыздар, осы арқылы сіздер қалаған юбкаларыңызды моделирование жасау арқылы түрлі түсті юбка сызбасын сызуды үйренесіздер. Келесі сабақтарда мен сіздерге басқа да түрлі юбкаларды моделирование жасауды көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет.